үлкен бір игілік істі бастайық деп жатырмыз. Кез келген үлкен заводтар, фабрикалар кішкентай гараждан басталған. Осылай қазақтың даласында балық, өзен, көл көп, 47 мың өзен бар екен. Соның бәрінде балық өсіріп, елімізді балықпен қамтамасыз етіп, және де енді мұнайдың заманы бітті, шетелге шығаратын бізге өнім керек. Соны бастап жатқан Мәрлен бауырымыз бүгін Қазақстандағы ең ірі балық өндіруші, өзі маман, мұғалімдермен бірге мына балық мектебі деген мектеп ашылып жатыр. Бұл енді бизнес бастауда біз баулу мектебі деген бір түсінік қалыптастырдық. Ол Ахмет Байтұрсынның атамыздан айтып кеткен төте оқу бар, өлі оқу бар, көрнекі оқу бар. Соның ішінде ең кереметі баулу оқыту. Яғни теорияны оқыту, қолмен істету. Осы мына Мәрленнің өндіріс орнында балық өндіремін деп келген қазақстандықтар жиналды. Солар түске дейін оқиды, түстен кейін барып балықты қалай өсіру керек, қолмен өсіру, қалай жемдеу керек, қалай емдеу керек, құртты қалай салу керек, сызбасын бәрін сызып көрсетеді. Осындай игілікті іс бүгін басталайын деп жатыр. Енді бақ берсін, бас берсін, өмірзақ жас берсін, кең пейіл берсін, кетпейтін дәулет берсін. Еліміздің, халқымыздың бәрі байда бақуатты баспаналы болсын. Мына балық мектебі дамып, бүкіл Қазақстанға балықпен қамтамасыз етіп, және де көрші алпауыт елдерге өнім сатып, солардың ақшасын Қазақстанға келіп, елімізді өркендетуге Алла нәсіп етсін. Бәріңіздің істеріңізге береке берсін.